Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мариям. Бүгін сіздермен осындай морковча салатын дайындаймыз. Орысша айтқанда морковча по-корейски. Бізге керегі сәбіз, сарымсақ, түрлі дәмдеуіштер, тұз, кристаллик, сұйық май және де сірке суы қажет. Қызыл бұрыштың осындай скучи түрімен жасаймын. Арнайы осындай сәбізге арналған теркамен өткіземіз. Үлкені кішкентайы болады. Мен кішкентаймен жасаймын. Алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Бір дана сарымсағымызды өткіземіз. Сарымсағымызды өткізіп болғаннан кейін қолдың күшімен кішкене мыжғып аламыз. Сәбіздің мыжу себебі, егер сіздер осылай мыжғып алатын болсаңыздар, сәбіздің соғы шығады. Одан кейін қызып тұрған майымызды құямыз. Жарты шай қасық шекер саламыз. Тұз саламыз және де кристаллик. Сірке су құямыз. Морковчаға арналған дәмдеуіштерді саламыз. Мен өз көз мөлшерімен салып жатырмын. Сіздер де қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Зіра саламыз. Краситель. Красительдің салатқа қосылу себебі салатыңыздың түрін әдемі етіп көрсетеді. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Өз қалауыңыз бойынша және де қызыл бұрыш қосамыз. Одан кейін укроп немесе петрушка қоссаңыздар болады салатқа. Міне салатымыз дайын болды. Тез әрі оңай жасалады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Дастарханыңыздың сәнін, көркін ашады. Келесі видеода сіздерге фунчуза салаттың жасалу жолын көрсетемін. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды және лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.